Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбым сиқыр және дуа. Сиқыр мен дуа бұл көбінесе діни мистикалық немесе халықтық наным, сенімдермен байланысты ұғымдар. Олар туралы әртүрлі мәдениеттерде түрліше көзқарастар қалыптасқан. Қысқаша түсіндірейін. Бірінші, сиқыр, магия. Сиқыр табиғат заңдарын бұзатын немесе оны өзгертіп жіберетін тылсым күш деп түсіндіріледі. Ол ақ сиқыр және қара сиқыр деп бөлінеді екен. Ақ сиқыр жақсы мақсатта адамдарға көмек ретінде жасалады екен. Мысалға, қорғау амулеттері. Қара сиқыр зиян келтіру, қарғау, адамдарға жағымсыз әсер ету үшін қолданылуы мүмкін екен. Екінші, дуа. Дуа көбінесе араб, мұсылмандар мәдениетінде кездесетін ұғым. Ол адамның санасына әсер ету немесе еркіндігін шектеу мақсатында оқытылатын сөздер не дұғалар. Көбінесе махаббат дуасы, байлық дуасы немесе қарғыс түрінде жасалатын дұғалар бар, және ерлі-зайыптылар арасына іріткі салатын дуалар бар. Исламдағы көзқарас. Ислам дінінде сиқыр мен дуа жасау үлкен күнә саналады. Құран мен хадистерде бұл істерден аулақ болу керектігі айтылған. Сиқыр жасаған адам Алланың ризашылығынан айырылады. Мынандай белгілер сиқырдың белгілері болуы мүмкін. Бірінші, түсініксіз қорқыныш, еш себепсіз үрей, мазасыздық пайда болуы. Екінші, түсінде жиі қорқынышты нәрселер көру, жыландарды, жәндіктер, қараңғылық, құлап кету, қуғын көру. Үшіншіден, кенет мінез өзгеруі, ашушаңдық, ешкіммен сөйлескісі келмеу, жақындарынан алшақтау. Төртінші, ауру сырқау, дәрігерлер анықтай алмайтын немесе ем қонбайтын әлсіздік, бас ауру, ас қорыту бұзылулары. Бесінші, ұйқының бұзылуы, ұйықтай алмау, қорқынышпен ояну. Алтыншы, жұмыста, оқуда сәтсіздік, бұрын жақсы болған нәрселер кенеттен жүрмей қалуы. Жетіншісі, некеде немесе достықта салқындық, себепсіз ұрыс-керіс, бір-бірінен жалығу. Бұндай жағдайда ислам дінінде не істеу керек? Бірінші, Құран аяттарын оқу керек. Әсіресе Фалақ, Нас, Аятул Курси. Екінші, руқия, шария, Құран мен емдеу жасатуға болады. Үшінші, тәубе жасап Алладан көмек сұрау. Сиқыршыға бару харам, ол сенімге зиян. Әрине, барлығына қызық бір сұрақ. Ондай күнә, сиқыр жасаған адамдардың жазасы қандай болмақ? Бірінші, олар ауыр күнә жасап жүргенін біледі. Сиқыр Аллаға серік қосуға жақын өте ауыр күнә. Сиқыршы Алладан алыстатады және жүрегі қарайып, мейірім азаяды. Екінші, жан тыныштығын жоғалтады. Сиқыр жасаған адам біреуге жамандық тілеумен өмір сүреді. Ондай адамның кіші жан дүниесінде мазасыздық, қорқыныш, өкініш пайда болады. Үшінші, беті, көзі, сөзі өзгеруі мүмкін. Кейде сиқырмен айналысатын адамдардың көзқарасы суық, сөзі жағымсыз, жұртпен көп араласпайтын болады. Көбіне өтірік айту, өзгелерді қорқыту, ашуланшақтық байқалуы мүмкін. Төртінші, ақыретте азап күтіп тұр. Исламда сиқыршы тәубе етпесе, Алланың азабына ұшырайды деп ескертілген. Сиқыр жасау күпірлікке, имансыздыққа апарады. Бұл туралы Құранда Бақара сүресінің 102-ші аятында айтылған. Кейбір ислам ғылымдары сиқыршыны тәубеге келмесе өлім жазасына лайық деген. Бұл шариғат заңдары бар елдерде қолданылуы мүмкін. Сиқыршыға бару және одан көмек сұрау ауыр күнә. Хадисте кімде-кім сиқыршыға барып, оның айтқанына сенсе, 40 күн намазы қабыл болмайды деп айтылған. Саған немесе біреуге зиян тигізетіндей сиқыр жасалды деп күмәнің болса, оны тоқтатудың ең жақсы жолы діни жолмен қорғану және маманмен, молда немесе имамнан кеңес алу.
Негізі сиқырда ең көп жасалатын сиқыр түрі ол ерлі-зайыптылар арасында жасалатын сиқыр. Ерлі-зайыптылар арасында дуа сиқыр жасалса, бұл өте ауыр күнә және адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен татулықты бұзатын ең жаман істердің бірі болып саналады. Ерлі-зайыптылар арасында дуа жасалса не болады? Бірінші, кенет сүйіспеншілік жоғалады. Ерлі-зайыптылар бір-бірін көргісі келмейді. Екінші, көп ұрыс-керіс, кішкентай нәрседен үлкен жанжал шығарады. Үшінші, салқындық пен күдік, бір-біріне сенбеу, қызғаныш, жиі бөлек ұйықтау. Төртінші, ажырасуға дейін апаруы мүмкін. Бұл істің жазасы қандай? Бұл іс кісінің отбасы тыныштығын бұзу болғандықтан, Алланың алдында өте ауыр күнә. Мұндай дуа жасаушы адам күнәһар, ал кейбір ғалымдар оны кәпір деп те есептейді. Егер біреу әдейі ерлі-зайыптыны айыру үшін дуа жасаса, ақыретте ауыр азапқа тап болады. Бұл дуалардан қорғану үшін Фалақ Нас Аятул Курсиді оқып, азанда таза ниетпен таңертең және кешке дұға жасау, отбасын дұғамен, зікірмен қорғау және рухия жасатуға болады. Құранмен емдеу деген ол. Ерлі-зайыптылар арасында арнайы дұға татулық үшін. Уа Раббымыз, бізге жұбайларымыз бен ұрпақтарымыздан көздің нұры болар игі жандар сыйла. Бізді тақуаларға үлгі ете көр. Бұл дұғаны күйеуі де, әйелі де жиі оқып жүрсе, араларында сүйіспеншілік пен сабыр сақталады. Енді қосымша кеңестер. Үйде Құран ойнауы сиқыр мен жыннан қорғайды. Екінші, тазалық, дәретпен жүру, сабыр мен жақсы сөздер дуа әсерін жояды. Кімде-кім сиқыр жасаса, Аллаға серік қосқан болады. Хадисте, біреудің тағдырын бұзам деп, өз тағдырыңа от жақпа. Есіңде болсын, Алла әділ, әр істің есебі бар. Адал жол әрқашан жеңеді. Сиқырмен емес, сабырмен, дұғамен, еңбекпен жет. Исламда кешіру өте үлкен ізгілік, әрі Алланың ризалығына апаратын амал. Біреу саған дуа сиқыр жасап зиян келтірсе, сен оған кешірсең, Алла сені де кешіреді. Егер сенен шынайы кешірім сұраса, мүмкіндігінше кешіру керек. Не үшін? Алла кешіруді бұйырды. Құранда былай деді: кешіріңдер, өйткені Алла да сендерді кешіруді қалайды. Яғни сен біреуді кешірсең, Алла да сені кешіруге жақындайды. Кешіру сенің жүрегіңе тыныштық береді. Кек сақтау өзіңді іштен жейді. Кешіру жан дүниені жеңілдетеді. Жүрекке сабыр береді. Кешірімді болайық.